Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ 4-ші сынып әдебиеттік оқу жердің жүрегін тыңдайық 75-ші сабақ. Алдымен сабақта бірінші талқыла дейді. Қалай ойлайсыңдар? Жер ғаламшарында қандай экологиялық мәселелер бар? Экологиялық мәселе дегеніміз ол табиғаттың, ауаның, судың ластануы. Яғни бізде машина қалада көбейіп жатқандықтан, заводтар көбейіп жатқандықтан, соның түтіннен ауа ластанып жатыр. Сулар өз-өзінен тартылып жатыр. Суларға, өзендерге абайсызда және әдейі қасақана қоқыстар тасталып, заводтардың лай химикат сулары қосылып ағып, өзіміздің өзендеріміз, көлдеріміз ластанып жатыр. Міне осындай экологиялық мәселелер бар. Түсініп оқы. Жер ғаламшарына қамқорлық жасаймыз. Аспан көзге көрінбейтін атмосфераның бөлігі. Жердің үстіңгі жағындағы атмосфера қабатының қалыңдығы 500 километр. Жер адам баласының тіршілігіне қолайлы ауасы бар ғаламшар. Ұшақтар қанаты да жетпейтін аспанда озон қабаттары бар. Бұл біздің ғаламшарды күннен қорғайтын сүзгі. Ол күннің алапат ыстығын өзіне сіңіріп тұрады. Жылыжайлық әсерді ғалымдар ауа температурасының жоғарылауынан деп түсіндіреді. Жаһандық жылыну жер шарына төнген қатерлі құбылыс. Жерде өте ыстық болса, мұздықтар ериді. Теңіз жағалауын су алып, қалалар су астында қалуы мүмкін. Адам баласы жер бетіндегі мәселелерді шешумен айналыса бастады. Ол үшін су, ауа, жер тазалығын сақтап, ғаламшарымызды аман алып қалудың жолдарын іздеуде. Жылу көзінің бірі табиғи көмір. Үлкен қалаларды қыс маусымында жылыту үшін мыңдаған тонна көмір жағылып, ауа ластанады. Көмірді жаққан кезде ауаға зиян қалдықтар тарайтыны белгілі. Ал табиғатта адам әлі игермеген электр қуаты бар. Мысалы, күн күркіреп найзағай ойнаған кезді көрген шығарсыңдар. Сол жарқ-жұрқ еткен найзағайда өте күшті электр қуаты бар. Әзірше оны адам игілігіне жарату мүмкін болмай отыр. Ғылым мен техника жаңалығы адамның өмірін, тұрмысын жеңілдетуде. Күнделікті өмірде электр қуатымен жұмыс істеп тұрған заттар көп. Қазіргі заманда өмірімізді электр қуатынсыз елестету мүмкін емес. Түймесін басып қалып, көгілдір экрандағы хабарды тамашалайсың, киімді үтіктейсің, телефоныңды қуат көзіне қосасың. Бәрі электрдің ғажайып мүмкіндігінің арқасында. Бүгінгі заманның электростанциялар туралы не білесің? Әрине, ол да адам баласының ойлап тапқан жаңалығы. Олар атом, жылу, су, жел электростанциясы. Мысалы, жылу электростанциясы арнайы пештерде көмір, мазут, газ жағу арқылы қуат өндіреді. Су электростанциясы тау өзендеріне бөгет салу арқылы жасалады. Бөгеттен құлап аққан судың күші арнайы құрылғылар арқылы электр қуатын шығарады. Ал жел электростанциясы кәдімгі желдің күшімен жұмыс істейді. Электр қуаты оңайлықпен пайда болмайды. Электр қуатын үнемі пайдалану керек. Қазіргі кезде ақылды қала жобасын жасаушылар қуат көзін үнемдеу мүмкіндігінде іске асырып отыр. Мысалы, қаладағы жарық көздері ғимаратқа адам аяқ басып кірген кезде өзі жанып, шыққан кезде өзі өшеді. Балалар, мен сабақты түсінді ғой деп ойлаймын. Екінші, жер ғаламшарының шешілмеген мәселелері туралы мәтінде не айтылған? Үшінші, қалай ойлайсың, адамға жылу көздерінің қайсысы ыңғайлы, қолайлы? Яғни, жер шарының шешілмеген мәселелері ғаламшарының бұл мәтінде айтылған. Ол найзағай, жарқ-жұрқ еткен найзағайдан көптеген электр қуаты бар екен. Бірақ оны адамдар әлі іске асырған жоқ. Шешілмеген мәселесі осы болып тұр. Ал адамға жылу көздерінің қайсысы ыңғайлы? Яғни, жылу көздерінің бізге жаңа электр қуаты қазіргі дамыған сайын үйге кіргенде өзі жанып, шығып кеткенде өзі өшеді. Осындай бізге жылу көздерін адамдар ыңғайлы, қолайлы етіп жасаса жақсы болар еді.
талда 4-ші электр қуатынсыз өмір сүрудің қиындығы туралы айтып беріңдер. Әрине, қазір заманымыз дамыған сайын электр қуатының күші, қызметі өте жоғарылап жатыр. Қазір электр қуатынсыз өмір жоқ деп айта аламыз. Ол болмаса өмір қиын, яғни жарық жанбайды. Біз кітап сабағымызды оқи алмаймыз. Қазір зарядка, техникалық бұйымдар барлығы осы электр қуатымен жарық көргеннен кейін, барлығы іске осы электр қуаты арқылы жұмыс жасағаннан кейін бізге электр қуатының көмегі өте қажет. Дәлелде 5-ші ғылым мен техника жетістіктері арқылы адам жер ғаламшарының мәселелерін қалай шешеді. 6-шы құрастыр. Электр мен көмірдің атынан айтыс ұйымдастырыңдар. Мен электр қуатымын. Көмір, сенің адамдарға қандай пайдаң бар? Менің пайдам, мен адамдарға жарық беремін. Ал көмір айтады, электр қуаты, сен олай мақтанба, сен жарық берсең, мен адамдарға жылу беремін. Екеуміздің де пайдамыз тиетін өте зор. Одан да келе екеуміз татуласып, адамдарға бірге қызмет жасайық дейді. Қолдан 7-ші, бұлар қандай тәсілмен жасалған кейіпкерлер? Яғни бұлар кейіптеу тәсілмен жасалған кейіпкерлер. Яғни затты, құбылысты адам ретінде сөйлетіп тұр. Қорытындыла. 8-ші, электр мен көмірдің айтысындағы негізгі ой қандай? Екеуінің айтысындағы негізгі ой адамдарға жылу беру, адамдарға пайда тигізу, адамдарға жарық беру. Кестені толтыр, сұраққа жауап дайында. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса комментарий жазып, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.